Миллион болдық. Жер жанаты Жетісудің төрі Талдықорғанда туған сәби еліміздің 18 миллионшы тұрғыны атан. Ал оның ата-анасы үшін бұл жаңалық тосын сый болған. Себебі осыдан 2 айдай бұрын босанған жас ана мұндайды күтпеген едік деп отыр. Туған күні тарихи датамен сәйкес келген бүлдіршінің аты жөні кім? Бақытты отбасы қуанышты хабарда қайда жүріп естіген? Әріптесім Асаубек Айымбетов айтып береді. Талдықорғандағы перинаталдық орталықта 11 мамыр күні кешкі 8-ден 15 минут кеткенде дүниеге келген Мүслима Самат Бейсібаев пен Диана Омарханованың екінші сәбиі. Салмағы 3 келі 30 грамм, бойы 51 сантиметр болып туылған. Ал жас отбасы еліміздің 18 миллионыншы тұрғынның ата-анасы атанғанын Ақсу ауданында еңбек демалысында жүргенде біліпті. Біз кеше аяқ астан кешкі сағат 6:30-да қала әкімі Бағдат Әбілмәжінұлы өзі хабарласып, бізге осы қуанышты жаңалықты жеткізді. Шыны керек, өте қатты толқып, сондай бір сенбеушілік, бір сондай жүрегімізде сондай бір қуаныш болды. Мінезі өте ерекше мінезі бар. Бізде балаларда мысалы 2 айынан бастап күледі дейді ғой, бұлдырлап. Бізде ол нәрсе ерте пайда болды. Уже 1 айдан аса уже күліп, барлық нәрсені туғаннан уже тыңдап, бір нәрсеге зейір салып, мән беретін болды. Осылайша кішкентай Мүслима бір-ақ сәтте жаңалықтардың жұлдызына айналып шыға келді. Көпшіліктің ықыласына бөленген нәресте мен оның ата-анасын құттықтауға Алматы облысының әкімі Амандық Баталов арнайы келді. Отасқандарына 4 жылдан асқан жанұя қала маңында баспана жалдап тұрады екен. Аймақ басшысы бақытты отбасына 3 бөлмелі пәтер берілетін қуана жеткізді. Бағана біз ойланып, не қылып, біз когда мы этот дом сдадим? Мы где-то в августе, в конце августа, в августе, в начале сентября сдадим. И сол жерден бір жақсы, 2-3 этажда өздеріңіз таңдап аласыз. Сәбидің әкесі мектепте дене шынықтыру пәнінің мұғалімі, ал анасы дефектолог болып жұмыс істейді. Мүслиманың сұлтанатта 2,5 жасар ағасы бар. Ергезек ербала күні бойы қарындасының қасынан бір елі ұзамай қызықтап жүр. Бақытты әке Самат Бейсібаев болса, жас жігіттерді әрқашан жігерлі болып, бірнеше баланы тәрбиелеп өсіруден қорықпау керек дейді. Біздің елде мереке болып жатыр. Қазақстанымыздың демографиясының өсуі ол үлкен тарих деп білем. Сол тарихтың бір бұрышында біздің де есіміз жазылатынымызға өте қуанышты болып жатырмыз. Мүслима атасы мен әжесінің 7-ші немересі екен. Бұл есім Аллаға бойсынушы, Алланың сүйген құлы деген мағына береді деген әжесі немересінің ел үмітін ақтар азамат болып, нағыз патриот атанатынына сенім білдірді. Где на Астаны идет Экспо 17. Алда Астана күні Экспо 2017 көрмесі өтіп жатыр. Осындай шаралар өтіп жатқан кезде менің немерем дүниеге келді. Есімін Мүслима деп қойдық. Мүслима шариғат бойынша қасиетті ныспы. Кез келген ата-әже немерелерінен үлкен үміт күтеді ғой. Үмітіміз зор. Күн сайынғы деректі қалт жібермейтін статистика комитетіне дүниеге келіп жатқан сәбилердің ішінен 18 миллионыншы тұрғынды анықтау үшін 2 айға жуық уақыт кетіпті. Осы ведомствоның 1 сәуірде жариялаған мәліметінде Қазақстан халқының саны 17 миллион 975 мың 800 адам деп көрсетілген еді. Ал демографтар биыл еліміз тұрғындары 300 мың адамға көбейеді деп отыр. Асаубек Айымбетов, Татьяна Апенько, басты жаңалықтар Алматы облысынан.